وبركاته. Құрметті жамағат, барлық мадақ мақтау біздер жоқтан бар еткен, біздерді азаматсыз құтқарып шыққан, сонда жаратқан, біздерге ақыл ес сана көркем бейне берген, мұсылман қылған Аллах Тағала сансыз мадақ мақтаулар болсын. Және оның пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Аллахтың алдында қабыл болатын осы исламды біздерге жеткізген, үйреткен, үмметім деп біздерді сағынып кеткен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар. Алланың қалауымен бүгін міне қасиетті ораза айт мейрамына келіп жетіп жатырмыз. Аллах Тағала осы мейрамды баршамыздан қабыл етсін. 29 күн бойы ұстаған оразаларымызды Аллах Тағала қабылдыққа жазсын. Аллаға шүкір, мына қасиетті Рамазан айын аяқтап, бүгін өздеріңізбен айт мейрамында кездесіп қауышып жатқанымызға Аллаға сансыз шүкірлер мен мақтаулар болсын. Айт дегеніміз бұл мейрам, береке, қуаныш, шаттық деген мағыналарды білдіретін сөз. Ораза айт, оразаның аяқталғандығын білдіретін бір мейрам екен. Ата-бабаларымыз оны бұрыннан айтып кеткен. 30 күн оразаның бір айты бар. Әр қылған жақсылықтың бір қайтымы бар. Қарап отырсаңыз, осы 30 күн оразамыздың беретін жемісі, қылған құлшылығымыздың алатын сауабы осы айт күні Аллах Тағала біздерге береді екен. Бұл күні Алланың разылығы үшін әрі мол сауап алу мақсатында бір ай бойы ауыз бекіткен мұсылман адам, мұсылманның 5 парызының бірін орындаған жандар Рамазанның несін айбен қимай қоштасып, келесі Рамазанға есендікпен жетуін тілеп, мына жеткізетін күндердің бірі екен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабасы әдістен жеткен